Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuh. Қайырлы күн, достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін менде осындай пирог болды. Түскі асқа тамақ жасамайын, пирог пісірем деп, осы пирогты дайындадым. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Дәл осы менің ұсынып отқан рецептімен өте керемет болып шығады. Жұп-жұмсақ, әрі тойымды бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттардың тізіміне ұн, айран, сары май ерітілген және де жұмыртқа, сода, тұз қажет болады. Алдымен айранымызға содамызды салып, осылай араластырып 1-2 минутқа қойып қоямыз. Сонда біздің айранымыз көпіріп, 2 есеге ұлғаятын болады. Енді бөлек ыдысқа сары майымызды құйып, оған бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Міндетті түрде айранды холодильниктен жасар алдына бір жарты сағат қалғанда шығарып қойсаңыздар болады. Өйткені бізде айранымыз салқын болып тұрса, пирогымыз сонша көтерілмей қалады. Сондықтан жылы жерге қойып қойыңыздар. Енді сары майымызды, жұмыртқамызды, тұзымызды осылай араластырып аламыз. Ұнымызды да електен өткізіп алатын боламыз. Мінекей біздің айранымыз 2 минуттай тұрды, осылай көпіріп керемет болып тұр. Енді осыны сары майымызға құятын боламыз. Мен қажетті құрамын төменге қалдырып қоямын, сол жерден қарап, өлшеммен өлшеп жасап көріңіздер. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызға құйып, қамыр илейтін боламыз. Осылай бәрін құйып, қамыр илейміз. Осылай қолымыздың көмегімен осылай жасап, ары-бері илеп, бұл қамырды 15-20 минутқа қойып қоятын боламыз. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Жылы болғанда сол үй температурасында тұра бергені дұрыс. Осындай жұп-жұмсақ әп-әдемі қамыр болып тұрады, қолға жабыспайтын. Артық ұн қоспаймыз, ешқандай да. Тура құраммен жасасаңыздар, сіздерде де дәл осындай болып шығады. Енді начинкасын дайындаймыз. Бізде осындай капуста туралған, пияз және де сәбіз, укроп қажет болады. Табамызға сұйық майымызды құйып, пиязымызды салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Менде капуста ірі-ірі етіп туралған, өйткені борщ жасалған, содан қалған капуста болды. Сіздер капусталарыңызды ұсақ қылып турап алыңыздар. Міндетті түрде сәбіздеріңізді теркадан өткізіп аласыздар, пияздарыңызды да ұсақ етіп турап аласыздар. Осылай ары-бері араластырып отырып қуыратын боламыз. Осының үстіне капустамызды саламыз. Және де тұздарымызды саламыз, қара бұрышымызды саламыз. Өздеріңіздің жаңағы татымына қарай салыңыздар. Тұз бұрыштарыңызды ұнайтын, кейбіреуіне ащылау ұнайды, кейбіреуіне ащы емес ұнайды деген сияқты байқап саласыздар. Осылай ұсақтап туралған укропымызды саламыз. Және де араластыра отырып қуыратын боламыз. Бізде капуста, жаңағы сәбіз, пиязымыз отыруы қажет. Яғни өлуі керек деп айтады ғой. Менде тұзы кішкене тағы да жетпей қалғаннан кейін тұз бұрыш тағы да қостым. Жақсылап араластырып қуырып аламыз. Бізде капустаның өзінің сөлі шығады, ешқандай да су құймаңыздар. Қақпағын жауып 5-6 минутқа баяу отта қуырып аласыздар. Енді біздің қамырымыз дайын. Бір қамырды үлкен қылып,
бір қамырды жаңағы кішілеу қылып екіге бөліп алатын боламыз. Кішкентайын бетіне жапқанға, үлкенін астына салғанға жасаймыз. Ешқандай да ұн сеппейсіздер, қарап тұрғандарыңыздай жабыспайды, өте жұмсақ, жұмыс жасағанға ыңғайлы, керемет қамыр болып шығады. Каналыма тіркелмегендеріңіз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Қоңырауша батырмасын басуды ұмыт кетпеңіздер. Мінекей, енді біз қамырымызды жаңағы формамызға салдық. Оның үстіне начинкамызды саламыз. Начинкамызды аздап суытып аламыз. Капустаның дәмі өте керемет болып шығады. Осылай қуырып салған кезде иісі де әдемі болып шығып тұрады. Енді екінші қамырымызды жаятын боламыз. Оны үстіне осылай жауып, жаңағы шет-шеттерін біріктіретін боламыз. Осы кезде духовкаларыңызды 180 градусқа 30 минутқа қыздырып қоя беріңіздер. Шетін міндетті түрде жақсылап жабыңыздар, өйткені пісу барысында ашылып кетпеуі керек. Мен осылай өріп шықтым, айналасын әдемі болып көрініп тұрсын деп. Ортасын пышақпен тесіп қойдық, ауа кіру үшін. Енді бетіне бір жұмыртқаны жарып жағатын боламыз. Менің пирогым 180 градуста 30 минутта пісіп шықты. Осылай бетіне күнжіт септім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұмсақ, керемет болып шықты. Балаларыма, отбасыма ұнады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға жасап, қуантып, жаңағы ата-енелеріңіздің, мама-папаларыңыздың сауабын алып қалыңыздар. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмыт кетпеңіздер. Аз болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұмсақ видеода да көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді болып шықты. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.